Бәріне сәлем, менің есімім Айқаракөз Рашид, 10 жастамын, Алматы қаласынан келдім. Піскенде дизайнер және әнші болғым келеді. Қазіргі оверсайз стилінде ұлттық киімдер жасағым келеді. Ата-анам мені қолдайды, үнемі маған көмектеседі. Менің әкем әнші, яғни атақты адам, әкемнің аты Бағлан. Жігіттер тобының мүшесі. Атақты болған өте күшті. Мен онымен үнемі мақтанатынмын, бірақ менің әкеммен қалаға шыққанда үнемі көбісі суретке түседі. Ол мені кішкене шаршатады. Әкем мені музыкаға тартты, және мен оның мамандығын жалғастырғым келеді. Айқаракөз енді әкесі өнер жолында болғандықтан өнерден алыс болмады. Балабақшадан бастап жаңа сахнаға шықты, әкесімен үлкен сахналарға шығып жүр. Осы 2021 жылы 1 маусым балалар күніне республика сарайында әкемен қыз деген өлеңмен шықты. Мен қазір сахнаға шығайын деп жатырмын, ары қарай финалға өтем деп ойлаймын. Жеңіске деген сенімім 99%. 1% қобалжуда тұр. Мені қолдауға бүгін анам келіп отыр, есімі Роза. Менің әкем бүгін келе алмады, бірақ ол мені әрдайым қолдайды және қазірде қолдап отыр. Қалайсыз, пап? Жақсы, сені үлкен жарыста жүрсің ғой. Рахмет. Ең бастысы саспай, қорықпай, өзіңе сенімді болып айтсаң, сосын енді ең бастысы сәттілік. Рахмет. Пока. Қызыма бүгін сәттілік тілеймін. Бұйырғаны болады енді. Біздің қатысушыларымыз бірінен бірі өткен сұлу. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Барлығы жақсы ма? Иә. Есімің кім? Айқаракөз. Қобалжу бар ма? Бар. Айқаракөз. Осы Айқаракөз деген әнді мен сені қолдап айтып бергім келіп тұр. Білесің ба бұл әнді? Иә. Жөнің бөлек Айқаракөз, жүрмісің сау саламат қызыл гүлім ай. Кішкене жеңілдеп қалдың ба? Айқаракөз 4 тәлімгердің де 4-еуі саған қарай ұрылады деген сенімдемін. Дәл осы көңіл күймен сахнаға шығып әніңді жақсылап орындап шық. Жаздық па? Сәттілік.